Біз айтып жүрген сөздер өзіміз туралы болсын, немесе ішімізден айтсақ та, өмірімізге үлкен әсер етеді. Мен сіздердің мына бір кішігірім мантраны есте сақтағаныңызды қалаймын. Сіздер айтып жүрген нәрселерді ойлайсыздар, ойлап жүрген нәрселерді өміріңізге тартасыздар. Мысалы, мен сізге бір сөзді жылдам 5 рет айтамын. Көкпіл, 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 көкпіл. Сіз нені елестеттіңіз? Енді екіншісі. Қызыл жүк көлігі, қызыл жүк көлігі, қызыл жүк көлігі, қызыл жүк көлігі. Мен сіздермен бәстесуге дайынмын. Сіздің ойыңызда қызыл жүк көлігінің бейнесі пайда болды. Көрдіңіз бе? Біздің сөзіміз ойларды дүниеге әкеледі. Дәл осы нәрсені өміріңізге тиімді қолдануға болады. Екінші бөлігі. Сіз ойлаған нәрсені тартасыздар. Қазір ең қызығы басталады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Кез келген бейнені елестетіп ойлаған кезде, сіздің түпкі санаңызға әсер етеді. Қашан ол түпкі санаңызда тамыр жайған кезде, өзіне байланысты жағдайларды тарта бастайды. Егер әңгіме сіздің денсаулығыңыз туралы болса, онда сіздің өз сөзіңіз өзіңізге емші бола алады. Мына сөзді сіз неше рет естідіңіз? Егер тұмау эпидемиясы жүріп жатса, мен тұмаумен міндетті түрде ауырып қаламын деген. Не үшін бұндай сөзді айтуыңыз керек? Ойласаң күлкілі, иә? Не үшін түпкі санаңызға мұндай жағымсыз бейнені сақтауыңыз керек? Көптеген зерттеулердің арқасында адамның қалауы қаншалықты қуатты болса, үздік нәтижелерге соншалықты қол жеткізеді. Яғни сіздің түпкі санаңызға жақсы суреттер мен жағымды бейнелер қажет. Мен өз-өзіме, менің тәнім өзін-өзі емдей алатын ағза деп қайталағанды ұнатамын. Расымен, ойланып көріңізші, сіз тамақтанып жатқанда, сіздің тәніңіз өз еркімен бүкіл пайдалы заттарды ағзаңызға таратып береді. Бұл автоматты түрде жүретін процесс. Ал жарақаттанып қалсаңыз не болады? Ақ және қызыл қан түйіршіктері ағзаға түскен инфекциямен күресуді бастайды. Сізге оларды бағыттап отырудың қажеті жоқ. Сіз оларға айтпайсыз ғой, ақ және қызыл қан түйіршіктері жұмыс істеңдер деп. Бұл автоматты түрде болады. Өйткені тәніңіз емдейтін ағза. Мысалы, сіз құлап қолыңызды сындырып алдыңыз. Сосын дәрігерге бардыңыз. Дәрігер қолыңызды емдеді. Солай ма? Жоқ. Осы уақытқа дейін мен бірде-бір дәрігердің сынықты емдегенін көрмеппін. Дәрігер сүйегіңізге гипс қояды. Біздің тәніміз ғана сүйекті өсіре алады. Біздің тәніміз керемет емші. Бізге мұны үнемі қайталап айтып жүру керек. Сізге өзіңіздің өміріңізге керек сөздерді ғана айтып жүруге болады. Жан мен тән бірге жұмыс істеу үшін түп санаңызды өзіңізге жұмыс жасауға мәжбүрлеңіз. Және бұл энергияны өзіңізге керек бағытқа бұрыңыз.